Қалқабай Сартбаев атындағы орта мектеп, сыныбы 3 сынып, пәні математика, тақырыбы 140 көбейту 2, 262 түріндегі жазбаша көбейту және бөлу. Мақсатымыз бөліндінің бір разрядында 0 болатын кезде 3 таңбалы санды 1 таңбалы санға бөлу алгоритмін және кері амал алгоритмін қолдану. Балалар, бөлім бойынша бүгін сендермен судың адам өміріне қажеттілігі жайында әңгімелесеміз. Судың пайдасы бар ма? Судың адам өміріне қажеттілігі қандай? Мысалға айтатын болсақ, құрсақта жатқан 3 айлық шарананың ағзасы 95% судан тұрады. 5 айлық шарананың ағзасы 85%-дан тұрады. Жаңа туған нәрестенің ағзасы 70%-дан. Ал ересек адамдардың ағзасында 65% судан тұрады екен. Балалар, адамдар тамақсыз бірнеше апта шыдауы мүмкін, ал сусыз 3-4 күн ғана өмір сүре алатынын білесіңдер ме? Осыған орай су періштесі сендерге хат жолдапты. Соны оқып бергім келіп отыр. Сәлем достар. Су өмір нәрі деп халық бекер айтпаған болар. Сусыз тіршілік жоқ. Адамдар, өсімдіктер, жануарлар барлығы сусыз тіршілік ете алмайды. Ендеше оны ластамайық, үнемдеп пайдалануға кеңес беремін, депті су періштесі. Келесі тапсырма: балалар, дәптерді ашып, математикалық диктант жазамыз. 6 жүздік және 3 ондықтан тұратын санды жаз. 582 санында барлығы неше жүздіктер бар? 520